Байырғы қазақтар өркениеттіліктің, жоғары мәдениеттің үлгісін қалай көрсетті? Ата-бабаларымыз адамзат баласы әлде дами қоймаған кезеңде тіс тазалайтын, құлақ шұқитын мынадай гигиеналық құралдарды бағалы металдардан жасап қолданған. Армысыздар, бұл қазақша факт айдары. Әдеттегідей ең құнды ақпараттармен бөлісеміз. Күмістің 500-600 түрлі бактерияны жоятын қасиеті бар. Сондықтан осындай гигиеналық құралдарды ата-бабаларымыз күмістен жасаған. Оның антисептикалық қасиетін және жұқпалы аурулардың алдын алатын пайдасын қазақтар ертеден ақ білген. Тіс, құлақ тазалағыштар алғашқыда осындай қарапайым етіп жасалса, кейін әйелдерге арналған, ерлерге арналған түрлері шыға бастады. Әйелдерге арналған тіс шұқығыштарға бірдей үлгіде дайындалған құлақ тазалағыштарды біріктіріп, бір жиынтық етіп кеудеге таққан. Бұлар әр отбасының дәулетіне, мырзалығына, әр адамның талғамына сай жасалынған. Бұл 18-19 ғасырларға тиесілі бұйымдар. Алайда біздің ата-бабаларымыз біздің заманымызға дейінгі 2-4 ғасырларда дәл осындай гигиеналық құралдар қолданған. Ежелгі кезеңнің өзінде сол жерлеу орындары тоналған 80-88%-ға. Бірақ та тоналған орындардан осындай дүние бізге дейін жетіп келіп отырды қазіргі. Олардың ішінде жаңағы қазір айтып отырған гигиеналық жаңағы көбінесе әйел қыздардың жерлеу орнынан табылады. Тек қана ол жерлеу орны емес, сонымен ескерткіштердің мәдени қабаттарында да табылып отырады, фрагмент болса да. Енді бұл жерде қазір біздің көріп отырғанымыз, қазір суретке түсірсеңіз, түсіретінде болсаңыз керек, олардың пішіндері әртүрлі, иә? Көріп отырғаныңызда құлаққа арналғаны, бір шеті жалпақтау, қасықша сияқты болып келеді. Олардың сыртын еще безендіретін болған әртүрлі өрнектерменен. Бұл тек қана гигиеналық жақтан емес, сондай-ақ рухани жақтан, сол адамның жағы өзі еще статусын көрсететін, оның өмірге деген көзқарасын көрсететін бұйымдар болып табылады. Енді көріп тұрғаныңызда, енді әйел адамдардың, қыздардың белдіктерінде бір бөлек жаңағы іліп қоятын орындары болды. Бір жағында айна, барлық уақытта айнасы болды. Ал мынау гигиеналық заттар ол бөлек қалтада сақталады. Немесе былғары қалтада, немесе матадан тігілген жаңағы қалташаларда оларды сақтап отырды. Құрметті оқырман, біз ата-бабаларымыздың қаншалықты бай, қуатты болғанын, сән салтанатымен бекзада ғұмыр кешкенін нақты фактілермен музей қорындағы жәдігерлер арқылы дәлелдеп келеміз. Бұл қазақша факт айдары. Кездескенше.